Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Біз қазір Қазгидромет мемлекеттік мекемесінің маңындамыз. Алдағы болатын ауа райы туралы мамандардан сұхбат алғымыз келген, бірақ оның сәті түспеді. Алайда Қазгидрометтің берген жазбаша ауа райы болжамымен сіздерді қазір таныстырып өтейін. 30 мамырда күндіз Қарағанды облысында 15-20 метр секунд, кей жерлерде 23-28, ұйытқуы 30 метр секунд болатын оңтүстік батыс жел еседі. Кей жерлерде найзағай ойнайды, бұршақ жауып, дауыл болуы ықтимал. Ал 30 мамырда Қызылорда облысында жылдамдығы 15-20 метр секунд, кей жерлерде 23-28, ұйытқуы 30 метр секунд болатын солтүстік батыс жел соғады. Шаңды дауыл болады деп болжануда. Сол секілді 30 мамырда Шығыс Қазақстан облысында оңтүстік батыс бағыттан жел тұрады. Оның жылдамдығы 15-20 метр секунд, кей жерлерде 23-28, ұйытқуы 30 метр секунд. Кей жерлерде найзағай ойнайды, бұршақ жауып, дауыл болуы ықтимал. Ал Өскеменде 30 мамырда 17-22 метр секунд болатын жел ұйытқи соғады. Дауыл болу ықтимал. Мендегі бар мәлімет осы. Ендеше дана халқымыз күн жаманы өтер деген жақсылықта болайық ағайын.